Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін өздеріңізбен бірге ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Түркияға сапары жайлы аз кем ақпарат бөліскім келеді. Жалпы Тайып Ердоғанның шақыртуы бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға алғаш рет мемлекеттік іс-сапармен барды. Бұған дейін өткен жылы қараша айында түркі мемлекеттерінің ұйымы жиынына барған болатын, яғни түркі кеңесі сол кезеңде ұйым деп жарияланды. Міне сол жаңағы кеңеске қатысып, артынша кеңес ұйымға айналған кезде соған барып қатысты үлкен жиынға. Алайда ол президенттің мемлекеттік арнайы сапары емес еді. Ал осы жолы екі елдің жаңағы арасында, екі елдің байланысының нәтижесінде президент Ердоғанның шақыртуы бойынша мемлекеттік сапарға алғаш рет Түркияға барып отыр. Бұл енді үлкен маңызға ие қадамдардың бірі болды деп айтсақ болады. Себебі сапардың барысында бірнеше келісімге, бірнеше меморандумға және хаттамаларға қол қойылды. Оның ішінде көпшілік сұрайтын, көпшілік қалайтын әскери бағыттағы келісімдер де бар, және экономикалық бағыттағы келісімдер де бар. Себебі кез келген мемлекет үшін экономикалық келісімдер аса маңызды. Екі ел арасындағы байланысты немен өлшеуге болады? Жалпы саясатта ол әрине экономикамен өлшеуге болады, сауда-саттықпен өлшеуге болады, алыс-беріспен өлшеуге болады, кәсіпкерлердің екі мемлекеттің ішінде қаншалықты бар екенін өлшеуге болады, құйылған инвестициямен өлшеуге болады. Осы жылдар аралығында енді Қазақстанға Түркия тарапынан құйылған инвестициялар аз емес. Жалпы Қазақстанға инвестиция құю бойынша Түркия 10 мемлекеттің ішіне кіреді. Бұнда айта кетуіміз керек, сауда-саттық қарым-қатынасына көңіл бөлетін болсақ, екі елдің арасындағы сауда-саттық қарым-қатынасының нәтижесі 2021 жылы 5,3 миллиард долларға жеткен. Әрине бұл өте үлкен көрсеткіш емес, алайда бұл үздік 10-дықтың қатарында. Яғни осындай көрсеткіш арқылы Түркия Қазақстанның үздік 10 сауда-саттық қарым-қатынасындағы партнері болып отыр деп толыққанда айтсақ болады. Міне осы 5,3 миллиард долларды екі есе арттыру бойынша келіссөздер жүргізілді. Яғни алдағы таңда енді ол 10 миллиард доллардан асып жығылуға тиіс. Ондай сәтте Қазақстан мен Түркияның арасындағы сауда қарым-қатынасы сөзсіз дамиды. Бұл бірінші, екіншіден Түркия Қазақстанның басты сауда-саттық қарым-қатынасындағы партнерларына айналады деген сөз. Бұл әрине екі мемлекет үшін де тиімді, әсіресе бұл Қазақстан үшін тиімді, себебі Қазақстан экономикалық салада басқа мемлекеттермен қарым-қатынас жасау арқылы Евразиялық экономикалық одақ деген біз үшін тиімсіз болып саналатын одаққа толыққанды жұтылып кетпеу үшін баланс сақтау жаңағы іс-әрекеттерін жасауға тиіс. Міне өзге мемлекеттермен сауда қарым-қатынасын арттыру, өзге мемлекеттермен инвестициялық жобаларды арттыру, сол баланс сақтауға өзіндік көмегін көрсетеді. Енді Қазақстанда жұмыс істеп жатқан түркиялық компаниялардың саны аз емес. Ресми деректерге сүйенетін болсақ, бүгінгі күні Қазақстанда 4000-нан астам түрік компаниялары жұмыс істеп жатыр, ірілі-ұсақты. Олардың Қазақстанға құйған инвестициялар да бірнеше миллиард долларлық көлемнен асады. Бұл әрине біз үшін де тиімді, бұл әрине инвестициялы тарту арқылы өз кәсібін дамытып отырған түрік тарапы үшін де тиімді. Себебі Қазақстан үшін тиімділігі ол біріншіден Қазақстандағы экономиканың жандануына, экономиканың дамуына үлесін қосады. Бұл бірінші, екіншіден жергілікті халықты жұмыспен қамту мәселесінде бірқатар шешеді. Яғни 4000-ға жуық түрік компаниясында 4000-ға жуық түрік кәсіпкерлерінің жұмыс орындарында бірнеше мың қазақстандық азаматтардың жұмыс істеп жүргенін баса айтуға тиіспе. Яғни бұл жұмыссыздық мәселесінде де өзіндік бір шешуге үлесін қосады. Міне осы ретте, осы жиында, осы кездесу барысында сол кәсіпкерлер мен инвестицияның санын арттыру бойынша бірнеше ұсыныстар жасалды. Ең біріншісі ол тау-кен және түсті металл саласына қатысты. Қазақстан осы сала бойынша дайын тұрған 5 жобаны түрік тарапына ұсынды. Яғни дайын тұрған 5 жобаға түрік тарапы инвестиция құйса, ендеше осы салаларға кіріп, Қазақстанда өзінің жұмыс орындарын ашып, ары қарай сол тау-кен және түсті металл саласындағы 5 жобаға жұмыс істеуге мүмкіндік берілетінін айтты. Әрине бұл жерде екі ел тарапынан кездесу арқылы салықтық жеңілдіктер және тағысын тағылар деген сияқты болуы әбден мүмкін. Бұл бірінші. Екінші мәселе ол Қазақстанның экономикасына, бюджетіне үлкен үлес қосатын ол мұнай және газ саласы.
Міне мұнай және газ саласында мұнай бұрғылау және барлау жұмыстары біз үшін өте маңызды болып саналады. Себебі Қазақстан бұрғылау және барлау жұмыстарының басым көпшілігін осы уақытқа Еуропа мемлекеттеріне және Ресейге назар аударып беріп келді. Бірақ енді геосаяси жағдайларға байланысты, соңғы уақытта қалыптасқан Украина мен Ресейдің арасындағы соғысқа байланысты мұнай мен газ саласында да бірқатар қауіп-қатерлер пайда бола бастады. Оның бірін өзіміздің терімізден сезініп көрдік десек те болады, ол КТК, яғни Каспий консорциумындағы болған жарылысқа байланысты. Енді ресми түрде жарылыс деп атайды ресейлік тарап, алайда бейресми түрде бұл Қазақстан билігіне Ақордаға Ресей тарапынан жасалған қандай да бір қысым ретінде де аталып жатқан болжалды нұсқалар бар. Сондықтан да енді Қазақстан басқа альтернативті жолдарды іздеп жатыр. Мұнай тасымалдаудың және мұнай газ саласында бұрғылау мен барлау жұмыстарын атқарылатын басқа да компанияларға жаңағы жүгінуді, басқа да компаниялармен серіктестік, әріптестікті орнату жолдарын іздеп жатыр. Бұл жерде әрине түрік компанияларына да осы кездесу барысында ұсыныстар жасалды. Себебі түрік компаниялары мұнай барлау бойынша, газ барлау бойынша және бұрғылау бойынша бірқатар тәжірибелерге ие. Әсіресе Жерорта теңізінен Түркияның соңғы уақытта ірі газ қорын тапқанын жақсы білеміз, және оны өздері де ресми түрде Ердоған үлкен мақтанышпен мәлімдеген болатын. Ол газдың жаңа көлем 2045 жылға дейін тіпті әлем елдерін қамтамасыз етуге жетеді дегенде сондай бір ақпараттар бар. Егер бұл ақпараттарға сенетін болсақ, ендеше теңіздің түбінен Жерорта теңізінен барлау арқылы осындай мұнай газ қорын тапқан түрік компанияларының тәжірибесі біздің Каспийден, яғни Каспийдің қазақстандық бөлігінен газ іздеу, мұнай іздеу және оларды бұрғылау, барлау жұмыстарына қатысуы біз үшін тиімді болады деген өз басым ойдамын. Ол тиімділікті әрине Қазақстанда түсінеді, ол тиімділікті инвестиция құю арқылы капиталды арттыруға болатын түрік тарапы да жақсы түсініп отыр. Және тағы бір бұл жерде маңызды мәселе, ол Қазақстан мен Түркияның арасындағы өзара кездесу барысында айтылған, ол Қазақстан президентінің мұнайды тасымалдау бойынша өзге де альтернативті жолдарды іздеп жатқанын мәлімдеді. Бұл жерде ең маңыздысы ол Қазақстан Қытайға мұнай мен газ жеткізу және Еуропаға мұнай мен газ жеткізудің жолдарын әртараптандырып жатқандығын айтты, және Еуропаға жеткізудің бір жолы ретінде түркиялық жаңағы әріптестерді тарта отырып, сол Еуропаға газ жеткізу мәселесі қарастырылатынын айтты. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз біртіндеп біздің жаңағы жанды жеріміз саналатын ресейлік бағыттан ақырындап болсын альтернативті деңгейде басқа бағыттарды іздей бастағанның көрінісі болып табылады. Әрине бұл өте дұрыс қадам, себебі біздің тасымалданатын мұнайдың 80% Ресейдің жаңа КТК құбыры арқылы жүреді, ал КТК құбыры өздеріңіз білесіздер, ол Новороссийскқа барады. Сол арқылы Новороссийск жаңағы құбыры арқылы басқа европалық мемлекеттерге сатылады, тасымалданады. Ал енді КТК құбыры сол ең соңғы конечный жаңағы соңғы аялдамасы Ресейдің сол қаласына барып жеткендіктен, Ресей бізге экономикалық тұрғыдан, саяси тұрғыдан қысым жасау рычагына ие болады, себебі үнемі құбыр солардың аумағы арқылы өтеді, және 80% біздің мұнайымызды солардың аумағы арқылы өтіп отыр. Сондықтан енді 80% мұнайды толыққанды әртараптандыру, басқа бағытқа бөліп жіберу мүмкін емес шығар, алайда 80% мұнайдың бір кем дегенде 50%, яғни 80-де тең жартысын, яғни 40%-ын басқа бағытқа бағыттап үлгерсек, Еуропаға бағыттайтын және Қытайға тағы да басқа сатып алушы елдерге бағыттайтын әртараптандыру жолдарын табатын болсақ, бұл Қазақстан экономикасы үшін де біршама қауіпсіз болатын еді, және ресейлік бопсадан да біршама арылатын едік. Сондықтан осындай бір мәлімдеме жасалды, оны да маңызды геосаяси мәлімдеме ретінде қарастыруға болады. Және тағы бір маңызды мәселе, бұл Қазақстан мен Түркияның арасында қарым-қатынасты стратегиялық серіктестік деңгейіне дейін өсіру бойынша құжатқа қол қойылды. Бұл өте маңызды, себебі стратегиялық жаңағы әріптестік деңгейіне көтерілу үшін өзара сенім, өзара достық, бауырластық сынды жаңа қарым-қатынастардың жоғары деңгейде екенінің айқын нақты көрініс екенін айтып өтуіміз керек. Және осы құжатқа қол қою барысында Қазақстан президенті Тайып Ердоғанды 2022 жылы біздің елімізде өтетін, қазан айында өтетін, 12-13 қазанда өтетін АОШК-ның жаңағы жиынына шақырды. Менің ойымша Ердоған бұл жиынға келеді, және осы жиынға келу арқылы Қазақстан мен Түркияның арасындағы әріптестік байланыс одан сайын артуы мүмкін, және бірқатар келісімдерге, құжаттарға қол қойылуы мүмкін. Жалпы президент пен екі ел президентінің арасындағы кездесу барысында бірінші күні өткен, 10 мамыр күні өткен кездесуде 14 құжатқа қол қойылды.
Ал бүгін өткен, яғни 11 мамыр күні өткен жаңа Түркия мен Қазақстанның кәсіпкерлерінің арасында инвестиция құюшы ірі компаниялардың арасында 30-ға жуық келісімге қол қойылды. Енді көпшіліктің көкейінде жүрген нақты бір сұрақ, ол әскери салада қандай әріптестіктер бойынша жаңағы құжаттарға қол қойылды деген мәселе. Біріншіден, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі мен Түркияның қорғаныс министрлігінің арасында өзара әріптестік бойынша құжатқа қол қойылды, алайда ол құжаттың детальды нақтыланған, жаңағы жан-жақты талданған нұсқасы жарияланған жоқ. Енді оны түсінуге болады, себебі әскери сала әрқашанда екінші жағынан өзінің бір құпиялылығын сақтауға тиіс, сондықтан да бұл жерде де өзіндік құпиялық бар. Бірақ осындай бір құжаттың қабылдануының өзі, менің ойымша, біз үшін өте тиімді болмақ. Бұл бір. Екіншіден, Қазақстан енді қазақстандық тарап, жаңа Қазақстан инженеринг пен Тай түркиялық өзара дрон шығару бойынша келісімге келді. Бұл жердегі нақтылау айтылу керек, ол Анка дрондарын Қазақстанда шығару бойынша келісім жасалып, Қазақстанда зауыт салынады деген осындай бір ақпарат шықты. Жалпы Қазақстан Анка дрондарын сатып алу бойынша Түркияға 2 жыл бұрын қолға салған, ал өткен жылы Қазақстан мен Түркияның арасында өзара осы бойынша келісімге келіп, Қазақстанға жаңа дрондар жеткізіледі деген нақтылы ақпарат жеткізілген болатын. Бірақ әлі күнге дейін дрондар келіп жеткен жоқ. Соңғы ақпараттарға сүйенетін болсақ, Қазақстан 3 немесе 6 Анка соққы жасаушы дрондарын сатып алуы тиіс. Бұл енді сатып алынатын дрондардан бөлек Қазақстанның жерінде сол Анка дрондарын жасайтын зауыт салынады. Енді атышулы байрақтар мен Анканың айырмашылығы қандай дегенге келетін болсақ, Анка дроны ол байрақтардан әлдеқайда модификация тұрғысынан жаңа болып саналады, және бұл басқа компанияның өнімі, және қуаттылық жағынан да байрақтардан кем түспейді, ал жаңағы артық болмаса, және жүк тасымалдау, қару-жарақ тасымалдау, оқ-дәрі тасымалдау бойынша бұның мүмкіндіктері байрақтардың бірнеше модификациясынан артып түседі. Себебі байрақтардың өзі жаңағы бір модификациядан емес 3 буынды дронның негізіне дейін осы уақытқа дейін жетіп үлгерді. Сондықтан да енді Қазақстан осындай бір дрон шығаратын зауыттың Қазақстанда салынатыны және қазақстандық тарап осы соққы жасайтын дрондарды сатып алатыны біз үшін өте тиімді болады деп ойлаймын. Себебі бұл дрондар қазіргі таңда заманауи негізде өзінің тиімділігін көрсетті. Сирия сойқанында, Ливияда ұрысында, Қарабақ майданында, бүгінгі таңда Украина қан-қасап шайқастарында өзінің қаншалықты тиімді екенін түркиялық дрондар сөз жүзінде емес, іс жүзінде көрсетті. Тырнақшаның ішінде алып қараған кезде Ресейдің теңдессіз қаруларының бір шамасын жаңағы тасталқан етіп, әуеден соққы жасау арқылы шын мәнінде өзінің қуатты қару екенін осы жаңағы түркиялық дрондар дәлелдеді. Ұрыс барысында дәлелдеді. Сондықтан да Қазақстан Түркияның соққы жасайтын дрондарын алатын болса, және Қазақстан мен Түркияның арасында қорғаныс министрлігінің аясындағы барлау, тәжірибе алмасу, сарбаздарды оқыту, офицерлерді оқыту бойынша бағдарламалары жанданатын болса, бағдарламалары жоғары қарқынға дейін өтетін болса, ендеше бұл Қазақстанның қорғаныс саласында жаңа деңгейге көтереді деп өз басым сенім білдіремін. Себебі Түркия тек қана жаңағы өзінің қаруымен мақтанбайды, сонымен қатар Түркия НАТО-ның құрамында бола отырып, НАТО-лық тәжірибеге де ие. Яғни Қазақстан Түркиямен қару-жарақ әскери салада әріптестік орната отырып, Қазақстан бір жағынан жаңағы НАТО-ның бір мүшесімен де әскери салада бір тәжірибе алмасады деген нақтылы жауаптарды айта аламыз. Сондықтан да Қазақстан үшін президенттің бұл сапары әлдеқайда тиімді болды деп айтуымызға болады. Әрине бұл жерде ауыл шаруашылық өнімдері бойынша да бір қатар келісімдер жасалды. Себебі Қазақстан енді жаңағы астықтық алқаптар бойынша әлемде жан басына шаққан кезде 2-ші орын алады, жайылым бойынша 5-ші орын алады. Яғни біздің ауыл шаруашылық мүмкіндіктеріміз өте жоғары. Ал Түркия ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуға мүдделі, себебі Түркияның да өзінің ауыл шаруашылығын сыртқа экспорттау бойынша тәжірибесі бар, бірақ Түркия өзінің ішіне де яғни қажет ететін дәнді дақылдар бар. Бұл жерде әсіресе зығыр, бұл жерде әсіресе күнбағыс майы, және бұл жерде ұн, яғни астық. Сондықтан да енді осы бойынша да бір қатар ұсыныстар жасалды. Қазақстан тарапы Түркияның ауыл шаруашылық гиганттар саналатын компанияларына өзінің ұсыныстарын жасады. Ол бойынша да бір шама келісімдер жасалды. Сондықтан да алдағы таңда біздің ауыл шаруашылық нарығында түркиялық компанияларда пайда болуы әбден мүмкін. Жалпы президенттің 2 күндік сапары
әскери сала болсын, экономикалық сала болсын, туризм саласы болсын, медицина білім беру саласы болсын, осындай бір үлкен келісімдерді жасаумен нәтижелі аяқталды деп айтсақ болады.